Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün yanvarının 2'si salı kunu. Donbass'ta geçken kun devamında ato zonasında bir Ukrayna arbiyi elak oldu. Новоташковская районы янында патлав алетіне илешіп вефат етті. Деп білдіре Украина Мұдафа Назерлігінің спикері Александр Матузняк. Арби әрекетлерінің ән қызғын ноқтасы Донецк юнелешінде қайды етілді. Анда жинкеверлер 1,5 саат девамында винотопларындан ве хафиф селядан Верхнетроицкая янындаки Украин мевзімлеріне атеш açқан еді. Бұның иле Водяное ве Павлополь жеварында ерлешкен Украин ордусының мевзімлері де Винотопларының атеші астында қалған еді. Луганск юнелешінде вазиет біраз сакинже еді. Анда жинкеверлер тек бір дефа атеш açқан еді. Январь бірінден биометрик мәлуматларны қайт ету системасы çalışы башлады. Украина үшін тәлікелі ола білген мемлекетлерінің ватандашлары үшін мечбури сайла. Шу жедвелге 71 девлет кіре. Тежавузжы девлет олған Русияды. Бүгінгі күнге биометрик паспортлардан мәлуматны оқып алған техника еле Украина сынырдаки 157 кіріш ноқтасы дұнатылған. Декабрь айында система сынав режимінде çalışып башлаған еді. Биометрик мәлуматның қайд етуі сынырда незаретні арттырмақ ве мемлекетке қанунсыз кіру шу жүмледен Русия жасусларының кірмесіне кедер етмек мақсады еле көрсетілді. Иш бұл система Интерпол базаларына бағланған. Украина ве бірлешкен араб әмірліклері арасында визасыз режим ишлеп башлады. Биометрик паспортлары олған украинлер мемлекетте 30 күн девамында қала білежек. Бұны тышқы ишлер назиры Павло Климкин білдірді. Ноябрь айында Украина президенті Петро Порошенко бірлешкен араб әмірліклеріне зереті вақтында мемлекет юлбасчылығынен визасыз режимі қында анлашқан еді. Тарафлар меморандумны имзалаған еді. Бұл сене Украина için vizasız yönelişte onğanlık olarak belgeленді. Avropa Birliği o sınırlarını açқан еді, dey Poroshenko. Ukrainler 85 memleketke vizasız barabili. Украинада январь бірінден субсидияларны ақчанен бережеклер. Имтиязлар ерене парат азминаты одынележек. Программаның ilk басымағы хызмет бережен нақлият шirketlерінің севиясында кечерелі. Умумен назерлер кабинеті мескен субсидия ве итимязларының пара еле берілмесінің уч басымағыны ишлеп чықарды. Оларның ислятыны үкімет сенеді ваманда битережек ола. Дені шувлерінің мақсады девлет ве хызмет бережелер арасында субсидиялар бойынша açık ve vaqtınca etilecek para төлевіне keçmekten ibaret. Степан Бандераның doğan күні мұнасибетінен Украинаның 21 регионында 57 күтлеви мерасим кечірілді. Украина içki işler nazirliginin malumатына көре юрушлерде 6,5 binden ziyade insan iştirak etti. Акциялар zidiyet ve çatışıfsuz keçti. Deyler nazirlikte cemiyet nizamını 2 binden ziyade politsiya xadimı ve Milli Gvardiyanın arbi hizmetçisi kurgan edi. İranda hükümetke karşı geçirilgen narazılıklar neticesinde 10 insan elak oldu. Hakimiyet Telegram, Messenger ve Instagram içtimai ağına erişimini sınırlagan. İranda narazılıklar geçken cuma akşamı kunu başlandı. Sebep kabarcılık ve memlekette yaşayış seviyesinin düşmesidir. France Press malumatına göre 400'den ziyade insan tevkif etilgen edi. Meşkette narazılar polis motosiklerini yakkan edi. Geçenleri ise İran prezidenti Hasan Rouhani narazılarını tınç olmağa çağırgan ve İran'ı herkeske şahsi fikir hakkını bergen serbest memleket olarak adlagan edi. İranda 6 күнден берлі devam etken hükümetke karşı narazılıklarının neticesinde 20 insan helak oldu. 9'u bu gece vefat etti. 6'sı ise İsfahan şehrinin politsiya bölüğünden silah çalmağa tırışkan edi. Bunu İran'ın devlet telekoruvu bildirir. Sonki 3 günde 450 insan Teheran'da tevkif etildi da yüzlerce insan memleketinin diğer şehirlerinde tutuldu. Bunu agentliği bildiren narazılıklar cuma akşamı kunu başlangan edi. Onların sebebi kabarcılık ve yaşayış seviyesinin düşmesidir.
Бу сонки хаберimiz еді, дады чо хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз сағлықнен қалыңыз, көріш кенже.